өзінің пікірін қоса кететін болсақ, біздің қазақ елінің әлем аренасында өзінің орнын алу үшін латын әліпбиіне көшу біздің ең үлкен жасаған қадамдарымыздың ішіндегі ең үлкен деп білемін. Біз латын әліпбиіне көшу арқылы жаңа техника дамуын ары қарай жалғастыра аламыз. Біз қазір мүмкін ағылшын тілін 100% дәрежеде білмесек те ауызекі сөйлеу арасында кейбір сөздерді қолдана аламыз. Бірақ ағылшын тілін ары қарай толық меңгеру үшін латын әліпбиіне көшудің маңызы өте зор. Және де біз тек қазақ тілінде ғана жазып, қазақ тілінде ғана сөйлейтін болсақ, өзіміздің қазақ мемлекетінде ғана, өзіміздің ортамызда ғана жоғары дәрежеде көрінуіміз мүмкін. Ал қазақ деген мемлекетті мәңгілікке айналдыру үшін біз үлкен дәрежедегі тұлға болып қалыптаса білуіміз керек. Ал ол үшін бізге қазіргі еніп жатқан рухани жаңғырудағы көптеген тараулардың бізге берер маңызы зор болып табылады. Одан кейінгі біздің айтатынымыз осы бағанада сіздің айтқан ойларыңыздың барлығымыз үйіп тыңдап отырдық және өте үлкен дәрежеде рухани байыдық деп айта аламыз. Және осы кезде сіздің ақын жанды екеніңізді, көптеген өлеңдер шығарғаныңызды естіп, сіздің бір өлеңіңізді жаттаған едім. Боз үйім атты өлең. Қаңырап қалды қарақолда боз үйім, терең ойда жабырқаулы көңілім, талай күнді, талай түнді өткізген үйімді аңсап ауырады жүрегім. Үйім менің 60 қанат ақ ордам, үйім менің 60 қанат ақ ордам өзің едің, сен едің ғой дүниеден тапқаным сен едің ғой. Негізі қазір сөйлегеннен кейін кішкене толқыныс болды. Айта бер, менің қара шиім аспаным. Аяңда қалай? Ер жеткен соң сенен ұзап кеттік біз, балалықпен бауырында өстік біз. Қоштасарда сені қимай амалсыз, көз жанардан ыстық жасты төктік біз. Күтіп жүрсің бізді, сезем, білем, қиналам, арнап жүрмін саған тілек жырменен. Сенбайтұғын сағынышты арқалап қуанышпен құшағына оралам. Ұлы арманға табалдырығынан аттадым, дүниеде бекер қарап жатпадым. Ұрпақтарым адастырған көштерін ата мекен, ата жолға бастадым.